Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өріктен жасалатын тосаптың рецептісін ұсынамын. Суын қарасаңыздар мөлдір таза және өріктері езілмей пісетін керемет болып шығатын тосапты менімен бірге дайындаңыздар. Жақсылап жуылған өрігімізді осындай етіп сүйегінен ажыратып алатын боламыз. Содан кейін оның үстіне секерімізді салып бір түнге қалдыратын боламыз. Секерді салғаннан кейін міндетті түрде араластыру қажет. Мінекей таң аттық, байқасаңыздар суы керемет болып шыққан. Енді осы дайын болған өрігімізді газымыздың баяу отына қойып, сәл қыздыратын боламыз. 20 минут қана қыздырып алсаңыздар жеткілікті. Мінекей бірінші айналым 20 минут уақыт өтті. Бетіне осындай көбіктері шығады. Осыны міндетті түрде алып тастайсыздар да. 20 минут уақыт өтті деген кезде газымызды сөндіріп толықтай суытатын боламын. Мына екінші айналым, мінекей. Екінші айналымда да дәл солай 20 минутқа баяу отқа қойып қайнатып, және бетіне шыққан көбіктерді алып, мінекей пузырьктер шығып жатыр ғой. Дәл осы сәтте газымызды сөндіреміз. Толықтай суыған соң үшінші айналымды бастаймыз. Мінекей үшінші айналым қойдым газымызге. Оның жанына қақпақтарды қайнаған суға қайнатып алатын боламын. Және банкымызды парлап, осы жаңағы өрігімізді банкілерімізге құйып жабатын боламыз. Банкамыз жақсылап парланды, 20 минут уақыт өтті. Енді құя берсек болады банкілерімізге. Байқасаңыздар, біздің тосабымыз өте әдемі, әрі өріктері езілмей керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осылай барлығын банкыларымызға құйып алатын боламыз. Литровый банкадан менде 5 литр тосап шықты. Мінекей 5 литр тосап дайын болды. Енді қақпақтарын жақсылап жабатын боламыз. Бұл кезде өте байқас болыңыздар, себебі банкамыз ыстық, қолдың күшін қажет етеді бұрандалы қақпақ. Сондықтан байқап жаңа жабуға тырысыңыздар, күйіп қалмаңыздар. Барлығын жауып болғаннан кейін міндетті түрде сыртын бір жуып алыңыздар, себебі шырш болады. Содан кейін тағы да бір рет банкының дұрыс жабылған тексеріп алыңыздар. Мінекей банкамыздың барлығын осылай тексеріп аламын да 24 сағатқа плетке орап қалдыратын боламын. Осылай тексеріп алуды ұмытпаңыздар, себебі сіздің орайтын плетіңіз жаңағы ластанып қалуы мүмкін. 24 сағат көлемі өтті. Мінекей біздің тосап дайын. Сіздермен болған Замира. Астарыңыз дәмді болсын.